Ассалаумағалейкум. Құдай қонақпыз. Ұзақ жолға шығып едік. Жол бойы сіздің үйдің тұздамы бұйырған екен. Уағалейкумассалам. Қош келдіңіздер, төрлетіңіздер. Ауыл аймақ, үй іші қыстан аман есен көкке шықтыңыздар ма? Өздеріңізде малжандарыңыз аман ба? Қарап отырғанша жөн сұрасып отырайық. Ал құрдас, қай атаның баласы болдыңыздар? Біз орта жүз Қоңыраттың байлар жандардың ұрпағымыз. Бәрекелді, бәрекелді. Біз Қазығұрттан Ұлы жүз Бағыс еліненбіз. Отағасы есік алдында үлкен үйдегі қайнағасы шақырып күтіп тұр, шаруам бар деп. Ішке кір демедің бе? Иә, асығып тұр екен. Әй, бәйбіше, байқадың ба? Үй иелері қонақжай, аузын ашса жүрегі көрінетін жақсы жандар екен. Иә, байқап, сүйсініп отырмын. Түсі жылдан түлме деген. Өздері жүздері жылы, сыпайы, кең пейіл, тірліктері тындырымды кісілер екен. Охо, бұл кісілермен құда болған жанның арманы жоқ. Аталары өсіп өнген текті әулеттер. Жақсы жекжат боласыздар. Иә, біз неше жылдан бері қоңсы боп, ағайындай араласып кеткенбіз. Қазақта жақсы үйден қыз алысып, қыз берісіп, құда болсақ деп ниет етеді. Енді Алла бұйырса, менде ұл туса, сізде қыз туса, сол екеуін қосып құда болсақ қайтеді? Бізде әйеліміз екеуміз келгелі, өздеріңізге риза болып, құда болсам деп отырмыз. Әй, сен әлі бала жоқ кезде құда болайық дейсің бе? Сен асығыстық жасап жатқан жоқсың бе өзі? Асықпай қайтем. Өздеріңіздей жақсы адамдардың баласына қазірден құдаласып қоймасам, ертең біреу алып кетеді ғой. Әй сендер, әлі дүниеге келмеген балаларды бөлісіп отырсыңдар ма? Бізден сұрамай-ақ құда болып қойдыңдар ма сонда? Иә, дұрыс айтасыз. Әлі қыз жоқ, бірақ құда дайын. Қазақтың жоспары мықты ғой. Жақсы ниет, жарым ырыс деген ғой. Қазақта бесікте жатқанда өзара келісіп, бесік құда. Ал бір әулеттен қыз алысып, қыз беріскен қарсы құда. Оң босағадағы бой жетіп отырған қызын айттырып барып, құда болып жатады. Иә, ал енді біздің бой жеткен қызымыз, ер жеткен ұлымыз болмаса да, бел құда болайық. Жарайды. Онда шарт қояйын. Егер сенде ұл туса, еңбек қор болсын. Ал менде қыз туса, ақылды болсын. Келістік. Бірақ бір шартым бар. Келінім шайды жақсы құю керек. Онда күйеу бала да қайын жұртына көмектесетін қайырымды болсын. Ал онда куә болыңдар ағайын. Бүгіннен бастап біз бел құдамыз. Әлі бала жоқ болса да құдалық дайын. Иә, куә болдық. Ендеше уәде Құдайдың сөзі деген. Сөздеріңе берік боп, екі үйдің тойы ертерек басталсын.